Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым және де қолжетімді заттардан тұратын капуста по-корейски салатын рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірге қажетті капуста, қияр, сәбіз, петрушка, укроп, чеснок, тұз, бұрыш, паприка, соевый соус, яблочный уксус және де сұйық май. Алдымен капустаны осылай видеодағыдай көрсетілгендей етіп турайсыздар. Содан соң бір ыдысқа саламыз. Сәбізді де осылай чоркадан өткіземіз. Қиярды видеодағыдай ұзынша етіп тураймыз. Укроп, петрушканы да осылай ұсақтап турап, чеснокты да ұсақтап тураймыз. Барлығын ыдысқа салып, татымына қарай тұз, бұрыш, паприка қосып, соевый соус және де яблочный уксусты қосып, содан соң сұйық майымызды қойып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң 1-2 сағатқа тұзы сіңгенше қоямыз. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.